Саламатсыздар ма оқушылар? Кескіндеме сабағы. Сабақтың тақырыбы тақырыптық натюрморт. Осы қойылымды салуға 24 сағат бөлінген. Жұмысты формат А3-ке акварель немесе гуашь бояулармен орындауға болады. Нақ нұсқаны терең және жан-жақты зерттей отырып, оның формаларын, пропорцияларын, сызықтық конструктивтік құрылымын, колорит ерекшеліктерін, түсіп тұрған жарықты кескіндемедегі ұзақ этюдті жазудың мақсаты болып табылады. Осы бірінші сеанстың мақсаты натюрморттың композициялық шешімін, пропорционалдық және түстік қатынастарын тауып, кішкентай форматқа форескиз салу. Форескиз ол қысқа мерзімді нобай. Оны натюрморттың сызықтық және түстік шешімін табу үшін орындайды. Суретті салардың алдында біз біріншіден орын таңдаймыз. Содан соң қағаздың өзін тік немесе көлденең орналасуын анықтаймыз. Мен таңдаған көріністен натюрморттың ені басым алады биіктігіне қарағанда. Сондықтан мен өз қағазымды көлденең орналастырамын. Келесі қадамымызда біз карандашпен сәл көрінетін сызықтармен қағаз бетіне натюрморттың заттарын жобалап үйлестіреміз. Форматтың астыңғы жағына орынды көбірек қалдырамыз, композиция заңы бойынша. Содан кейін сызықтық конструктивтік құрастыруды бастаймыз. Суреттің сызықтық құрылысын салып жатқанда қыш қазандың астында кітаптардың жатқанын ескеру керек. Әуелі соны салып, сосын барып қыш қазанды үстіне қоямыз. Натюрморттағы заттардың пропорциясын және өзара қатынастарын тауып, жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Суретті салып болған соң, жұмысты түспен орындауға көшеміз. Біріншіден натюрморттың ең қараңғы жерлерін анықтап, солардан бастап түспен жұмыс жасаймыз. Натюрмортқа табиғи жарық түсіп тұр. Түспен жұмыс жасағанда түстік балансты еске аламыз. Натюрморт заттарының түстік және тональдық сәйкестігін максималды түрде көрсетуге тырысамыз. Түстерді бір-бірімен араластырғанда палитраны қолданамыз. Рефлекс деген ұғымды естен шығармаймыз. Кескіндемедегі рефлекс маңызды элемент болып табылады. Олсыз бейне бояғышқа айналып кетеді. Бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік. Форескизді түспен орындадық. Келесі сабаққа формат А3-ті және карандашты дайындап қойыңыздар. Бүгінгі бірінші сеансымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.